Талдықорған қалалық сотында Айзат Жұманованың өліміне қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Қасақана кісі өлтіру бабымен 33 жастағы күйеуі айыпталып отыр. Куәгерлер не дейді? Көрейік. Ауруханаға өте ауыр халде түскен Айзат Жұманова реанимацияда жарты сағат арпалыстан кейін көз жұмған. Бұл туралы бүгінгі сот отырысында реаниматолог дәрігер мәлімдеді. Көп дене жарақаты оның аман қалуына мүмкіндік бермеген дейді дәрігер. Яғни мен көргенім біріншіден науқасты көрген кезде, яғни көз қарашықтары ұлғайған, агональды жағдайда патологический дыхание деп айтамыз. Сондай мен түскен болғандықтан мен сразу жаңа сонар артерия дейміз, магистралды артерия дейміз, сол жақта пульсация жоқ болғандықтан, сол арқылы болғандықтан тікелей біз жүрек өкпелік реанимация жасалып кетті бұл науқасқа. Яғни 30 минут, яғни 2:35-те маған түсті, 3:05-те бұл кісіде биологиялық өлім тіркелді. Айзат Жұманованың күйеуі оның қазасынан кейін өзін-өзі өлтірмек болған. Бұл туралы Айзаттың ауылдасымын деген Әлішер Түкібай айтты. Оқиға Талдықорған аудандық ауруханасының алдында болған. Мәшинесінде артық сенесінде отыр екен. Оны біз ішіндегі балалар тексерейін деп барған кезде қасында анасы мен әпкесі болды. Далада тұрды олар. Далада бәріміз бірге тұрған кезде мәшиненің есігін, артқы есігін ашып несін ашылмады. Содан оң жағындағы алдыңғы есігін айналып барып, оң жағындағы алдың есігін ашып, қараған кезде ремень безопасностьқа өз мойнын орап, асылып жатқан көріп, артқы есігін ашып, сол бәріміз жан-жақтан жүгіріп келіп, көмектесіп, қолынан мойнынан жіпті шығарып отыр. Бұл жайтты Жетісу облыстық полиция департаментінің қызметкері Аслан Анарбек растады. Ол сол күні кезекшілікте болған. Аурухананың сыртында маған бұрын соны таныс емес екі әйел адам кісі болды. Және бір ер адам кісі, сыртта жүрді 3 адам кісі. Ауруханада жатқан әйел адамның күйеуі қайда деп мен сұрақ қойған кезде ол кісі автокөлікте деп айтты. Сол кезде жедел уәкілдер автокөліктің артқы есігін ашты. Ашу барысында артқы есік ашылған жоқ. Сол сәтте алдыңғы оң жақ есігін ашты. Алдыңғы оң жақ есігі яғни құлпыланбаған болды. Сол кезде жедел уәкіл мына кісі өз-өзіне қол жұмсап отыр деп айтты. Айта кетейік, Талдықорғанда 32 жастағы Айзат Жұманованың өліміне күйеуі айыпталып отыр. Тергеу нұсқасына сәйкес 5 ай бұрын ішімдік ішкен ер адам әйелін аяусыз ұрып соққан. Ауыр жарақат алған әйелі ауруханада көз жұмды. Гүлдана Сидрасул, Мирас Ашенов, 7 арна, Талдықорған.